189 есеп. Бұл жерде бізге 3 пункт берілген. Бірінші пункт. X тақ сан болса, онда 5x өрнегінің мәні жұп сан болады ма? Бірінші осыны қарастырып өтейік. X тақ сан болса дейді. X тақ сан болды деген сөз, оның ең соңғы цифры ол 1-ге, немесе 3-ге, немесе 5-ге, немесе 7-ге, немесе 9-ға бітті деген сөз. Осы цифрлармен бітетін сандар, олар тақ сандар. Осылардың біреуіне бітті деген сөз. Ал 5x деген ол 5 көбейтілген x деген сөз. Бұл жерге 5x жазайық. Енді қазір бәріміз осы x мына санға бітетін болса, 5x қандай санға бітеді екен, соны қарастырып өтейік. Егер x 1-ге бітетін болса, 5x қандай санға бітеді? Ол 5-ге бітеді, өйткені біз ең соңғы санын 5-ге көбейтеміз. 5-ге бітеді. Ол тақ па, жұп па? Ол тақ. 3-ті қарайық. 5-ті 3-ге көбейткенде неше? 15. 15 нешеге бітеді? Ол да 5-ге бітеді. Сондықтан бұл көбейтінді де бізде 5-ге бітеді екен. 5-ті 5-ге көбейткенде неше? 5-ті 5-ге көбейткенде 25. 25 соңғы саны 2 келесі ондыққа өтеді де, бірақ бірлігі 5 болып қалады. Ол да тақ. Енді 7-ні қарайық. 7-ні қарағанда ол 35 болады, яғни тағы да 5. 9-ды қарағанда ол 45 болады, тағы да 5. Сондықтан бізде бүкіл жерде бұл тақ санды 5-ке көбейткен кезде біздің берілген санымыз 5-ке бітеді деген сөз. Сондықтан жауабымыз жоқ. Мәні жұп болмайды, мәні тақ болады. Екіншісін қарайық. А натурал саны 3 санына бөлінбейді. Онда 16А өрнегінің мәні 6 санына бөлінеді ме? Бізде А деген кез келген сан берілген. Бұл сан 3-ке бөлінбейді дейді. Енді 16А-ны қарайық. 16А дегеніміз бұл 16 көбейтілген А деген сөз. Бізде А 3-ке бөлінбейді. Сондықтан ал 16-шы, 16 ол 16-ның бөлгіштері қандай? 16-ның бөлгіштері ол 2-ге бөлінеді, 16 4-ге бөлінеді, 8-ге бөлінеді. Бірақ 16 да 3-ке бөлінбейді, 6-ға да бөлінбейді. Сондықтан бізде сан 6-ға бөліну үшін қандай болу керек дедік? Сан 6-ға бөліну үшін ол 2-ге бөліну керек, және де 3-ке бөліну керек. Ал бізде көбейткіштің ешқайсысы да 3-ке бөлінбейді. 16 да бөлінбейді 3-ке, және А да 3-ке бөлінбейді. Тек қана санымыз 2-ге бөлінеді, бірақ санымыз 6-ға бөлінбейді. Сондықтан жауабы 16А өрнегінің мәні 6 санына бөлінбейді. Үшінші есепті қарайық. 8Б өрнегінің мәні 10 санына бөлінеді. 12Б өрнегінің мәні 10 санына бөліне ме? 8Б 10 санына бөлінеді дейді. 10 санына бөлінеді деген сөз, бұл 8-ді Б-ға көбейткенде 0-мен аяқталады деген сөз. Ал 12Б-шы. Оны қарайық, бұны қалай ойлауға болады? 8Б 10 санына бөлінеді деген сөз, сан 10-ға бөліну үшін ол 2-ге бөліну керек, және 5-ге бөліну керек. Біздер бұл жерде 8-ді көріп тұрмыз, сондықтан бұл сан 2-ге бөлінетініне нық сеніміміз бар, өйткені көбейткіштердің біреуі 2-ге бөлінеді. Сонда бұдан шығатыны Б 5-ге бөлінеді деген сөз. Өйткені 8 бізде 5-ге бөлінбейді, бірақ толық санымыз 10-ға бөлінетін болғандықтан Б 5-ге бөлінеді деген сөз. Сондықтан 8Б 10-ға бөлінеді. Ал енді 12Б-ны қарайық. 12Б бізде 12-міз тағы да 2-ге бөлінеді. Ал Б-мыз бізде 5-ге бөлінеді. Жаңағы 8Б 10 қайдан білдік? Өйткені 8Б 10-ға бөлінеді. Мына жерден жаңа тауып алдық. Б 5-ге бөлінетінін тауып алдық. Сондықтан екеуінің көбейтіндісі де 10-ға бөлінеді. Жауабымыз иә. Бірінші жауабымыз жоқ, бұл тақ болады. Екінші жауабымыз өрнегінің мәні 6 санына бөлінбейді. Ал үшінші жауабымыз иә,
жауап 12b 10 санына бөлінеді.